Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін ақпанның 9-ы, сабақтың тақырыбы «Мен не үйрендім?». Сіз бүгінгі сабақта тірек сөздерді қолданып, мәтін құрастыруды, сөйлемдерге септік, тәуелдік жалғауларын жалғауды, тақырып бойынша сұрақтарға жауап беруді үйренесіз. Тыңдалым тапсырмасы. Мұқият тыңдаймыз. Бүгін Айгерімнің туылған күні. Біз сыйлықтарды өзіміз жасадық. Айжан қызыл моншақ сыйлады. Аяру әдемі гүл сыйлады. Арман картинка сыйлады. Айгерімге сыйлықтар ұнады. Рахмет айтты. Ал балалар, тапсырмамызды ары қарай жалғастырамыз. Мәтін бойынша сұрақтар құрастырыңыз. Алдарыңызда сөйлемдер берілген. Әр сөйлемде бір сөздің асты сызылған. Сол сызылған сөздерге сұрақтар құрастырып айтыңыздар. Айгерімнің сыйлықты қызыл ұнады, сыйлықтар рахмет айтты сөздерін сұраулы сөйлемге ауыстырып айтыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Кімнің туылған күні? Нені өзіміз жасадық? Айжан қандай моншақ сыйлады? Айгерімге сыйлықтар ұнады ма? Біз не сыйладық? Ол не істеді? Жарайсыңдар балалар. Мен де сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Айтылым тапсырмасы. Сөйлемдерді толықтырып айтыңыз. Сөйлемдердің дұрыстығын тексеру үшін өздеріңізді тексеріңіздер. Оның қобызы. Сіздің қобызыңыз. Менің қобызым. Сенің қобызың. Сіздің сырғаңыз. Сенің сырғаң. Оның сырғасы. Менің сырғам. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма жазылым әрекеті. Жақша ішіндегі сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріңіздер. Менің атам күмістен алқа жасайды. Нартай ән айтқанды жақсы көреді. Нағашы атам теріден қамшы тоқиды. Біз қағаздан әр түрлі ойыншық жасадық. Музейде көне кітаптар бар. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деп сенемін. Келесі тапсырма үйге берілген тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жазыңыз. Мен бүктеймін. Сен қиясың. Ол желімдейді. Әкем тартады. Әкем домбырада тартады. Домбыра музыкалық. Қажетті сөздермен толықтырып жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.